Ақтөбе облысында бұрғылау ұңғымасының құбыры жарылып, су аралас мұнай сыртқа атқылап жатыр. Жан-жаққа жайылған қара алтын 3000 шаршы метрден аса аумақты ластады. Оқиға Кеңқияқ ауылының іргесіндегі мұнай кенішінде болды. СНПС Ақтөбе мұнай-газ компаниясына қарасты цехтың айналасына су аралас мұнай жайылып жатыр. Оны тазартуды Ақберген деген компанияның жұмысшыларына жүктеген. Мамандардың айтуынша, ұңғымадағы құбыр бұрын дәнекерленген. Сол жері мүжіліп, кейін жарылып кеткен. Экологтар төгілген мұнайдың қоршаған ортаға қаншалықты зиян тигізгенін әзір айта алмайды. Тексеру қорытындысынан соң мұнай компаниясына қандай жаза қолданылатыны және келтірілген залал көлемі белгілі болмақ. Сынамалар алынып, ластанған жердің көлемі өлшенді. Департамент тарапынан СНПС Ақтөбе мұнай-газ қоғамына жоспардан тыс экологиялық тексеріс тағайындалды. Апат себебі бас бағанадағы дәнекерленген жер жыртылып кеткен, дейді Ақтөбе облысы экология департаментінің бөлім басшысы Тұрар Қожанов.